әлі кіріп болмайтын еді дейді мысалға да. Мәдинада Абдурахманның керуені кіріп жатқан кезде үйлер жайлап қимылдап тұратын дейді. Керуеннің көптігінен да. Сол керуеннің барлығын үстіндегі жүгімен қосып Алла жолында не деген? Садақа қылдым деген. Жәннатқа тұрып кіру үшін деген ғой. Өйткені пайғамбарымыз мен Абдурахманның еңбектеп кіріп бара жатқанын көріп тұрмын деген ғой. Мен тұрып кіру үшін осының барлығын беремін я Расул. Ол мен бір бергенін айтып жатырмын. Оның бер жағында оның бергені деген ол қазіргі немен есептеген кезде бүкіл әлемнің байы қосып берсе де бере алмайды екен оның несін ше. Бірдеңе триллион бірдеңе деп есептеді. Не деген берген нәрсе да Алла жон. Сол кісі енді өлетін кезде жылап жатыр дейді қажекелер. Мен балдар келіп айтпаймын, әке, неге жылап жатсың сен? Сен деген Алла үшін бүкіл нәрсеңді берген адамсың ғой дейді да. Ештеңе қалдырмадың ғой сен үйде, барлығын Алла үшін. Неге жылап жатсың әке деген кезде Абдурахманның айтқан сөзін қараңыздар. Қазіргі біздің аңсап жүрген сөзімізді ол айтқан, баяғы бүйтіп айтқан екен. Айтайын ба, подробный бастастырма әлде деп. Ей балам деп айтқан екен. Беруін бердім ғой деп айтқан екен да, бірақ маған қарымтасын Алла тағала осы дүниеде беріп қойды ма деп қорқып жатырмын дейді. Анаққа ештеңе қалмай қалды ма деп дейді. Біз қазір 1000 теңге берсең, 10.000 теңге болып қайтады, Құдай қаласа деп беріп тұрасың ғой есептеп. Оның қарымтасын қажекелер ойлап керек емес. Алла үшін істеліну керек, Алла үйрену керек. Мына жақты бар ғой, үйрету керек Алла үшін деген нәрсеге қажекелер. Біз қарымта үшін беріп тұрамыз. Анаққа қазір 100.000 теңге берсем, ол 1 миллиондай болып қайтады, 9.000 теңге өзім пайдам. Уже депозит болып жатыр бізде ше кәдімгідей. Алламен есеп қисап. Алламен есеп қисап қылсаң, есеп қисабың ғана келеді. Сен сол 100.000 теңгені беріп тұрғандағы ниетін қайта миллион қылып қайтару болатын болса, Алла жон, миллион болып қайтады, бірақ ақыретке ештеңе қалмай қалады қажекелер. Абдурахманның айтып жатқаны осы радиаллаху анху. Ей балам, беруін бердім ғой дейді бүкіл нәрсемді, бірақ қарымтасы дүниеде беріліп қойды ма деп қорқып жылап жатырмын дейді. Алланың алдында не бар екен, нем қалды екен деп жатыр дейді да. Ауыр сөз негізі, өте ауыр сөз. Сондықтан да, жақсылықты істеп жатқан кезде қажекелер оның қарымтасы қайтады деп емес, Алланың алдында тұра берсін деп істеу. Алла тағала көркем түрде маған қарыз беріп тастаңдар деп жатыр да. Ертең қарыздарыңды өзім қайтарамын деп жатыр. Сен разы болғанша қылып беремін деп жатыр Алла тағала. Мені қарызға батырып тастаңдар дейді Алла тағала айтады. Алланы қарызға батыру, Алла үшін беру да.